Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Сәрсенбаева Дәнеш Сыдырбаевна, Абай облысы, Жарма ауданы, Тұрлыхан Хасенов атындағы орта мектебінің физика пәнінің мұғалімімін. Облыстық инновациялық әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен физика пәні мұғалімдеріне арналған облыстық шығармашылық байқауына қатыса отырып, 7-ші сынып оқушыларымен заттың тығыздығы, тығыздықтың өлшемділігі, тығыздықты есептеу тақырыбындағы жұмысымды ұсынамын. Жұмыс барысында визуалды және виртуалды тәжірибелер жасап, интерактивті платформаларды қолданамыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта сендерге сәттілік тілеймін. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшемділігі, тығыздықты есептеу. Біз әрбір жаңа тақырыптың алдында өзімізге сол сабақтың мақсаты мен міндеттерін анықтап аламыз. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздағы сабақтың мақсаты тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру, сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау, физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау. Енді осы тақырыпты өтпес бұрын біз сіздермен үй тапсырмасын тексеріп алайық. Ол үшін міне сіздерге мына жерде үстелдің үстінде әртүрлі әріптер берілген. Осы әріптерден өзіміз білетін физикалық ұғымдарды, физикалық шамаларды, немесе физикалық бірліктерді, сонымен қатар ұлы ғалымдар мен физиктердің аты жөндерін мына таяқшалар арқылы біз мына жерге жинақтауымыз керек. Сонымен бізге кім келеді екен? Ал жақсы, Әділжан мен Нұрым келе қойды. Сағат метр өтеу, Әділжанға күш, уақыт, тонна. Жақсы, сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Заттың тығыздығы деп, сол заттың көлем бірлігіндегі массасына тең физикалық шаманы айтады. Заттың тығыздығын ро әріпімен белгілейді. Және оның табатын формула тығыздық тең масса бөлінген көлем. Мына формула арқылы біз алдағы уақытта бірнеше есептер шығаратын боламыз. Құрметті оқушылар, осы заттың тығыздығын анықтау үшін біз міндетті түрде көлемдері 1 метр куб, немесе 1 сантиметр куб болатын денелерді жасаудың қажеті жоқ. Мысалы, 1/2 дене алсақ, міне 1/2 дене. Бірақ біреуі жеңіл, біреуі ауыр. Сондықтан бұлардың жасалған материалдары әртүрлі. Сондықтан да біз алдағы уақытта олардың тек қана көлемін, немесе массасын өлшеп алып, орташа тығыздықтарын анықтай алатын боламыз. Енді мысалы біз білеміз, кеме өзі негізгі бөлігі болаттан жасалғанымен, оның қосымша бөліктері әртүрлі заттардан жасалған. Олар ағаштан, шыныдан, пластмассадан, түсті металдардан оның бөліктері жасалынады. Сондықтан да әсіресе біз осы кеменің көп аумағын ауа толтырып тұрады. Міне сондықтан кеменің орташа тығыздығы 500 кг бөлінген метр кубқа тең болады. Ол судың тығыздығынан аз. Сондықтан да кеме суға батпайды. Ал бұл кеменің суда жүзуін қамтамасыз етеді. Яғни тығыздық дегеніміз ол көлем мен массаға байланысты анықталатын физикалық шама. Міне, құрметті оқушылар, мына келесі
слайдта массалары бірдей денелердің көлемдері әртүрлі болатындығы көрсетілген. Алюминий, болат, мыс, қорғасын. Бұл әртүрлі түсті металдар, осылардың массалары барлығы 1 килограмм болғанымен, олардың тығыздықтары әртүрлі болғанына байланысты, көлемдері де әртүрлі болады екен. Енді мына тақтадағы кейбір заттардың тығыздықтары берілген кестеге қарайық. Бұған қарайтын болсақ, біз алтын, қорғасын, мыс, қалайы, керосин, мұнай, тағы басқа заттар берілген. Міне осы заттардың қатарында солардың сәйкесінше тығыздықтары берілген. Яғни мысалы біз жаңағы кеме жасалған, болаттан жасалған ғой кеме, міне сол болаттың тығыздығы 7800 килограмм бөлінген метр куб екен. Осы кестені пайдалана отырып, біз алдағы уақытта кез келген заттың тығыздығын есептейтін формуланы пайдаланып есептер шығаратын боламыз. Енді оқушылар, біз сендермен визуалды тәжірибелер жасап көрсететін боламыз. Визуалды тәжірибе дегеніміз кез келген затты қолмен ұстап, көзбен көріп жасалатын тәжірибелер. Мына мандарин арқылы біз өзіміздің өтіп жатқан тығыздық тақырыбына арналған визуалды тәжірибемізді жасап көрсетеміз. Маған көмектесетін Арман. Бастайды ма? Біз яғни қолымызға 2 мандарин алдық. Оның біреуін суға батырып көретін болсақ, ол батпайды. Оның ішінде ауа қабаты бар. Екінші мандаринді қабығын ашып суға батырып көреміз. Оны суға батырып. Келесі кезекте біз визуалды тәжірибе тағы да тығыздыққа арналған келесі жасап көрсететін аяу жасап. Тамаша. Енді осы неге квадратты. Су артты ма бала? Су артты ма? Жоқ, артқан жоқ, иә? Келесі тағы да көрейік. Жақсы көріп ғой. Міне, көрінді ме? Су ақпайды. Яғни бұл жағдайда судың жаңағы тығыздығына байланысты судың молекулалары бір-біріне өте жақын орналасқандықтан бұл жағдайда да ауа қабаты болмайды бұл жерде. Келесі тағы болды ғой. Міне. Бұдан шығатын қорытынды жаңағы кез келген дененің молекулалары қалай орналасады, соған байланысты тығыздықтың да қасиетін байқауымызға болады екен. Жақсы, рахмет. Енді біз тығыздық тақырыбын өтіп алғаннан кейін, енді сендермен практикалық жұмыс жасайтын боламыз. Практикалық жұмысымыздың тақырыбы қатты денелердің тығыздығын анықтау. Бізге қажетті құралдар: таразы, мензурка, су және металл дене. Сендер қандай қызмет атқарасыздар? Оқушылар мынандай жұмыс істейміз. Массасын өлшейміз, жаңа сендерге берілген қатты дененің көлемін анықтаймыз, тығыздығын есептейміз және кестемен салыстыра отырып өзіміздің практикалық жұмысымызға қорытынды жасап береміз. Барлығы сендерге түсінікті ме, бала? Иә. Түсінікті. Жақсы. Ендеше біз жұмысымызға кірісейік. Ең әуелі таразыны қосамыз да металлымызды өлшейміз.
жауап беріп көрейік. Келесі кезекте тағы да бір ойын ойнап көрейік. Симпоп электронды платформасы арқылы осы тығыздыққа байланысты қалқымалық деп аталатын ойын түрін көрсеткелі тұрмыз. Мына жерде бізде пенопласт, ағаш, моз, кірпіш, әрбіреуін басқан сайын бізде мына жердегі мына блоктың тығыздықтары ауысып тұрады. Енді мына жерде бізде мынау сұйықтық. Бұл сұйықтық бензин, шикім, мұнай, зәйтүн майы, су, бал, азот қышқылы, сынап, тағы басқалар болуы мүмкін. Енді қандай сұйықтық болады, соған байланысты мына жерде де оның тығыздығы көрсетіледі. Енді қазір бізге
қорытындылау үшін кахот ойыны арқылы міне сендер кім жазсыңдар ғой? Айша кірді, Аяулым, Нұрым, Айым кірді. Енді тағдайын бар?